Қыз қыран. Тас төбеде шақырайған күн батысқа қарай еңкейген сайын қызуы бәсеңдеп, тынымсыз кеңейе түсті. Шалдырып алған аттарда ширақ аяңдап келеді. Біз екеуміз. Қасымдағы есік пен төрдей жарау торыға мінген, мына шыжыған ыстықта суық тиетіндей үстіндегі ұзын желбегей шапанын қаусырынып, көк мауытымен тысталған құндыз бөрігін баса киген еңгезердей шал. Бұл кісіні ауыл адамдары азан шақырып қойған Смағұл деген атымен атамай дәу шал дейді. Жастар жағы дәу ата дейміз. Дәу атама, бұл есімінің лайық екеніне бір көрген адам үнсіз келіседі. Ол 70-тің орталаса да сом болаттан құйғандай ат үстінде нық отыр. Алып денесіне сай бет пішіні де ертегілердегі батырларға тән сұсты. Тек түксиген қалың қабақтардың арасынан мейірім шаша ұшқындаған жанары ғана оның жүзіне жылылық лебін сеуіп, қайырымды жан екенін танытқандай. Шындығында да дәу атам осындай кесек тұлғасына қарамай шектен тыс аңқылдаған ақ көңіл адам. Сондықтан оны ауыл адамдары, әсіресе балалар, қатты сыйлаймыз. Біз жіті аяң мен бүркітті таудың бөктеріне іліктік. Менің астымдағы есек тұрықтас, құлақынан биік торының аяңына анда-санда бүлкілдеп, сар желіспен зорға ілеседі. Дәу атам сол үнсіз қалпы, тау сілемдеріне әлдене іздегендей тесіле қарап, ойланып келеді. Мені мынау тым-тырыс үнсіздік әбден қажытып берекемді кетірді. Анда-санда әлде не дер мекен деп үміттене жалтақтап дәу атама қарап қоямын. Бірақ ол кісі тіл қатып жақ ашар емес. Бүркітті тауын зерттеуге келген геологтай әр тасына шұқшия қарап, өзгені мүлде ұмытқан. Бүркітті тауы деп неге атады екен? Дедім сәлден соң үнсіздікті бұзып. Дәу атам сұрағыма жауап қайтаратын шығар деген ойменен. Босқа дәмеленген екем. Ол менің сұрағымды естімеген адамша тіпті бұрылып та қарамады. Сірә бүркіті көп болғаннан кейін солай аталған ғой дедім, бұл жолы өзіммен өзім. Бір кезде бұл тауда Алтайдан келген қос ақиық қыран мекен еткен деді. Дәу атам атының басын сәл тежей, бүкіл денесімен маған бұрыла қарап. Мен дәу атамның үн қатқанына қуанып, құла-құланды тепкілеп, биік торымен қатарластым да. Олар қазір қайда? Дедім жылып алғандай. Қайда? Деп дәу атам менің сұрағымды кекете бір қайталады да. Анау үңгір тастың неге қызыл қыран аталатынын білесің бе? Деді маған жылы шырай танытып. Қыз қыран туралы мен саған әңгіме айтып берейін. Сонан кейін бұл жерде қырандар неге жоқ екенін өзің де түсінерсің. Тағы бір сенен сұрайтыным, естігендеріңді ешқашан ұмытпа. Жарқын өмір, бақытқа қолы жетпей арманда кеткен асылдарды әрқашанда жаныңда тұт деп, дәу атам аттың басын тартып, тамағын қырнады. Менің 20-ға толып, жалындаған жас жағымда біздің ауылдың кәрі жасын толқытқан бір оқиға болды деп бастады дәу атам әңгімесін. Ауылдан 6-7 шақырым бүркіттінің күнгей бөктерінде жалғыз үй Құрманбек атты кірмегедей жігіт қоныстанатын. Құрманбектің жан дегенде жалғыз Құралай атты қарындасы, мал дегенде сынық мейіз қоңыр сиыры мен ыңыршағы шыққан кәрі атаны болатын. Сол жалғыз үйдің барлық азабы мен тауқыметі 16-ға енді толған қаршадай қыз Құралайдың мойнында. Оның үстіне көптеп төсек тартып жатып қалған ағасы Құрманбектің күтімі және бар. Осындай қиын өмірдің ауыр тауқыметін қабақ шытып қайыспай көтеріп жүрген Құралайдың көнбістігіне таң қалатынбыз. Бұрынырақта ауылдан жырақ
Құрманбектің жапырайған жаман үйіне тірі жан себепсіз бас сұқпайтын. Жалғыз жігіт, жалғыз үй, тағдырға мойынсынып жетімсіреп отыра беретін. Бертін келе Құралай бой жетіп, оң солын таныған соң, бұл үйге келушілер де жиіледі. Құралайды айттырып сөз салушылар да шыға бастады. Жалғыз жігіттің бағына ма, әлде сорына ма кім білсін әйтеуір. Құралай өте көрікті болып бой жетті. Тал шыбықтай таралған, жас бой жеткеннің бойынан сынай келген сан кісі мін таба алмай, таңдай қағып таңырқай тарайтын еді. Ат аяғы жететін осы төңіректе Құралайға ынтық болмаған бозбала қалмады. Жақын қонған екі ауылдың жігіт желеңдері кеш түссе болды, ел шетіндегі елеусіз жатқан Құрманбектің үйін торауылдайтын. Сенен несін жасырайын, сол торушылардың бірі мен едім. Мен оған ғашық едім, ол да мені ұнататын. Екеуміз талай кештерді сырласып өткізгенбіз. Біздің мөлдір деп пәк шынайы сезімімізге ашық аспан, айлы түн мен қарауытқан осы бір күтті тау ғана куә. Құрманбек сырқаттанып жатып қалған соңғы кездерде мен ол үйге жиі барып шаруашылықтарына көмектесіп жүрдім. Менің осы болымсыз істеген жақсылығыма қам көңілді Құрманбек қатты риза болып алғыс айтатын. Жұмысты тындырып тастап терлеп тепшіп келгенімде Құрманбек басын көтеріп, Құралай жан, Смағұлға сусын әкелші дер еді. Құралай болса орнынан тұрып, сүйрік саусақтары майыса шұбат толы ағаш тостағанды күлімдей ұсынып тұрушы еді. Осы тұста дәу атам көкірегін кере терең күрсінді де, қимас жағымен қоштасқысы келмегендей ойға беріліп, көпке дейін үнсіз қалды. Мен де оның тыныштығын бұзбай, қанша әңгіме тыңдағым келсе де үндемедім. Көп замай біз терең сайды бойлай, сыбдырсыз ағып жатқан шағын бұлақтың басына келіп аттан түстік. Дәу ата, әңгіменізді жалғастырмайсыз ба? Дедім мен, сусын ішіп шөлімді басқан соң. Я, деді ол біраз даусын созып отырды да сөйлеп кетті. Әйтеуір не керек? Қарындасының жолына барып, бағыштап, қызғыштай қорып, Құрманбек жүрді. Жалғыз ағасын жанындай сүйіп, тілегін тілеп, Құралай тыным таппады. Тағдыр олардың өстіп бір-біріне қорған болып, қалқайып жүргендерін көпсінгендей қасіреттің қара бұлтын төндірді. Арқаның мазасы желді күндерінің бірі еді. 2-3 қарасын қотанға қамап, ағалы қарындасты екеуі кешкі астарын алдарына ала бергені сол еді. Жақсы киініп, жарау ат мінген 3 жолаушы сау ете түсті. Ел шетінде елігізіп отыратын қос мұңлық бейтаныс меймандардың өз үйлеріне ат басын тірегеніне қуанбаса ренжіген жоқ. Төр алдына 4 қабаттап көрпе салып, алып соғып соятын малы болмаса да, барымен базар қылып қазан көтерді. Қонақтар келгеннен бері әжептәуір көңілденіп, бетіне қан жүгіріп, басын көтерген Құрманбек меймандардан жөн сұрады. Төрде отырған бұжырбет толық қара Құрманбектің сұрағына көп үнсіздіктен кейін сыздана жауап қатты. Отағасы, мен Қаржас руынан шыққан Қален бидің жалғыз баласы Сағалбай деген боламын. Мына мырза менің айнымас серігім Сарыбас, ал анау жігіт Жағалбайлы, жалпақ балуан, деді де, мен болдым дегендей ағаш тостағанды аузына апарады. Жөн, Қаленбидің жалғыз баласы Сағалбай мырза сіз екенсіз ғой деп, Құрманбек сырттай атыңды білеміз дегендей қалбалақтап, мен осы елге кірме атанған Исатай деген ұстаның баласымын. Есімім Құрманбек, қарындасым Құралай, екеуміз өстіп жалғыз ілік жапанда тұрып жатырмыз. Тағы да бір шама үнсіздіктен кейін Сағалбай мырза Құрманбектен қара тастың қуысындағы қос қыранның ұясына барар жолды сұрады. Ат артып алыстан келгендегі бар жұмыстары қос қыранның балапанын қолға түсіріп алмақ екен. Мырзамен тағы тілдесудің ретін таба алмай отырған Құрманбек
қара тасты мекендеген қос қыранның бар сырын қонақтардың алдына бүкпесіз жайып салды. Түннің бір мезгіліне дейін әңгіме шертіп, әбден қалжыраған қонақтар ат жайлаған соң жастыққа бас қойды. Қонақтардың көңілін табамыз деп, қапысыз қимылдаған Құралай мен Құрманбекте сілелері қатып төсекке құлады. Тек бай ұлы ғана ойға алған арам ойын жүзеге асырмақ болып, көпке дейін көз ілмеді. Түн ортасы ауа, ел әбден ұйықтадау деген кезде орнынан тұрып, бағанадан көз жауын алған қыз төсегіне беттеді. Әлден соң булығып өкірген мырзаның даусынан үйдің іші түгел өре түрегелді. Серіктер мырзаның басына кигізілген іркіт толы тері торсықты зорға сыпырып алып, төбесінен тізесіне дейін әппақ іркіт болған бай ұлының есін сүт пісірімде зорға жидырды. Мәселенің байыбына әбден көз жеткізгеннен кейін қыз қылығына сүйсінген Сағалбайдың серіктері қыран топан күлкіге батты. Ертеңіне жолаушылар атқа қонды. Сасық кеуде намысқой мырза қыз қылығын кек тұтып, көкірегіне бүгіп кетеді. Бүркітті тауына жеткен соң, қара тастың қуысына салған ұяға баруға ешқайсының жүрегі дауаламай келісімге келе алмайды. Үшеуміздің үңгірге түсуге еш мәніміз келмейді екен, деді Сағалбай сәлден кейін серіктеріне. Одан да біреуіміз ерінбей барып, Құрманбектің тентек қарындасын алып келейік. Ой, деген-ай, ол келе қоя дейсің бе, деді Сарыбас сабырсызданып. Олай болса өзің түсе ғой. Түскін келмей ме? Онда сөзді көбейтпей атыңа мінде, қызды алып кел, деді Сағалбай. Ол қыз әрі жеңіл, әрі бұрында бұл ұяға бір рет түскен көрінеді. Мырзамен енді тайталасудың ретін таппай Сарыбас атына қарай бет алды. Айналасы бірер сағат өтісімен сотқар сары шырылдатып, ат алдына өңгеріп әкелген сорлы қызды бай ұлының алдына тастады. Ей, тентек қыз, сенің бізге көмегің қажет болып тұр. Ұядағы балапанды алайық десек, мына үшеуміздің салмағымызға арқан шыдар емес. Сен түсіп көрмесең болмайды-ау, сірә, деді Сағалбай қызға қарап, кеңкілдей күлді. Арқан шыдамайды, деді Құралай кекете байылының сөзін қайталап. Жүрек шыдамайды десеңші, өйтетінің бар, балапан алып, құс салған нетеңін. Ошақ басында омалып отырмай, деді Құралай мырзаны көргенде көкірегін ыза кеулеп. Мынағыз қайтедей, деді Сағалбай серіктеріне қарап. Байлаңдар беліне арқанды. Сағалбай мырза Құралайды алғызғандағы мақсаты кешегі қылығы үшін кешірім сұрар, ұяға түсіре көрмендер деп жалынар, аяғына жығылар деген ой еді. Бірақ қыздың жалынудың орнына өжеттене түскені оны басқа бір арам пиғыл жаман ойдың жетегіне итермеледі. Неменеге маған қарап сілейіп тұрсың? Байла беліне арқанды, деп бай ұлы енді арқанның шетін ұстап, жалақтап тұрған мысық мұртқа шүйлікті. Оқыс шыққан мырза даусынан сел кетіп, Сарыбас есін жиды да арқанды шыршықтап Құралайға қарай қорғана басты. Қолындағы арқанды қыз беліне қалай өткізуді білмей, батылсызданып тұрған мысық мұртқа Құралай өзі көмектесіп, арқанды белінен өткізіп берді де. Қолыңды дірілдетпей қаттырақ байла. Ұяға сен емес, мен түсетін болдым ғой, жүрегіңдің орнына түсір, деп Сарыбасқа жиіркене қарады. Ей қыз, әуелі мына дорбаға балапандарды салып, арқанға байла. Сонан соң өзіңді тартып шығарамыз, деді Сағалбай. Құралай ұяға түсіп бара жатқанда қадағалай ескертіп. Дорбаға салған балапандарды алған соң Сағалбай сон мәре-сәре болып жатқан екі серігіне байқатпай үңгір аузына қалған арқанды орап-орап ішке қарай лақтырып жіберді. Кенет көз ұшында көк аспанды самғап ұшып келе жатқан жалғыз қыран көрінді. Серіктеріне немқұрайды қарап тұрған мырза көктегі қыранды көре сала, дорбаның аузын жауып, балапандарды қолына алды да бүркіт кеп қалды деп төмендегі аттарға қарай жүгіре жөнелді. Оның артынан естері шыға елбендеп екі серігі кетті.
деп дәу атам ноқаттай бұлт жоқ көк аспанға көз талдыра көп қарап осы әңгімені айту оңайға соғып келе жатпағанын танытқандай ауыр күрсінді. Менің де тұла бойымнан мұздай бірдеңе жүгіріп өткендей сығырданым қайнап, қолыма қазір сағалбай сұм түссе, түтіп жіберердей түтігіп келем. Қолымнан басқа ештеңе келмейтінін түсінген соң, бар өшімді тартыншақтап жүрмей келе жатқан құла құнаннан алғандай қамшыменен көміп жібердім. Балапанды шығарып белгі күтіп тұрған Құралайдың кенет алдына кеп түскен арқанның екінші ұшын көргенде жүрегі су ете түсті. Қанша жауыз дегенімен Сағалбайдан мұндай сұмдық шығады деп ойламаған еді. «Ей, бұларың не? Не жазығым бар еді?» деп айғайлады бар даусымен, бірақ ешкім жауап берген жоқ. Құралай ендігі тұрыстың босқа өлу екенін түсініп, уақытты өткізбей арқанның жерде жатқан екінші ұшын тұзақтай бастады. Дәл осы сәтте қыздың қырағы көзі ұя үстінен зу етіп ұшып өткен қоңыр көлеңкені шалып қалды. Әттең кешігіпті. Құралайдың сезімтал жүрегі бұл көлеңкенің осы ұяның иесі, көк тағысы ақиық қыранның бірі екенін сезді. Қорқыныштан қалтыраған денесі бір сәт суынып кетті. Құралай біраз толқып тұрды да босаңсыған бойын қайта жинады. Өмір үшін алысып қалу керектігін, аузын ашып, ажалдың келуін күтіп тұрғаннан ештеңе өңбейтінін жақсы түсінді. Мүмкін арындаған ажалды да жеңер. Қайткен күнде де алысып қалу керек. Осы ойға бекінген Құралай жалма-жан беліне байлаған арқанның ұшын шешіп алып, оң қолына шиыршықтап орай бастады. Ұя үстінде көлеңкесі көлбендеп, бір рет өткен қыран әлденені сезгендей кенет шыр айналды да шарқ ұрып ұя үстінде көкке тік көтерілді. Жанталаса қимылдаған Құралай қыл арқанды білегіне асығыс орап үлгерді. Осы кезде бір күтте шүйлігер жауын тап басқандай қанаттарын бауырына қысып төмен қарай сорғалай құйылды. Көзді ашып жұмғанша лақтырған тастай құлдилаған беті ұя аузына тақала беріп, қанаттарын оқыс жазды да өткір тырнақтарын кере ашып қызға шүйілді. Екпіндей түсіп келе жатқан қыран құрсауында Құралай тікке қарауға дәті шыдамай арқан оралған оң қолын тоса қойды. Болат тұяқтар қыз қолын бүре қадалды. Арқанның орауының арасынан кірген 2-3 тұяқ қыздың жалаңаш білегіне кірш-кірш етті. Қолының жанына бата ауырғанына қарамай басын қорғалаған Құралай қыран жабысқан оң қолын тас қабырғаға қарай итере түсті. Әлгідей емес, екпіні бәсеңдеген құс қанды шеңгелдің оқыс жазды да қанаттарын жалпылдатып қайта көтерілмек болды. Бірақ қыл арқанға бойлай кірген жуан тырнақтар оңайлықпен босай қоймады. Ашу қысқан қыран қанаттарын екілене қағып, қыздың қолын қайыра жұлқып, тұяқтарын қыл арқаннан босатты да ауаны тілгілеп көкке өрледі. Оқыс қайырылған қыз қолы зырқ ете түсіп, жанына бата ауырған күйі қыран шеңгелінен босаған бетте қармануға келмей қалды. Сынған қолы қанша әуреленгенімен енді қайтып көтеруге жарамаған соң, Құралай арқан түйінін тісімен шешіп, орауын жаза бастады. Тарқатылған арқанды енді сау қолына орамақ болып, көп әуреленді. Жансыз қол демеуге келмейді. Тісімен орамақ болды, онан да еш нәтиже шықпады. Сөйткенше болмай, заңғар көкке биік көтерілген балажан ұябасар төмен қарай қайта сорғалады. Екі көзі қанға толып, балапаны үшін басын бәйгеге тіккен ұябасар ештеңеден тайынар емес. Қорғансыз арудың төбесіне төне берді. Арқанды қайта орап үлгермеген Құралай, қыран қайта шүйліккенде есі шығып, далбасалап, сау қолымен басын қорғалап, қыран шабуылына арқасын қалқан етті. Еліре өжеттенген ақиық бүркіт шаншыла түскен бойда қыздың аш белімен жауырын ортасынан қапсыра сарт еткізіп уыстай алды.
Біз тұмсықты 8 найза жұқа киімді сүңгідей тесіп, жас қыздың уыс тәніне кірш-кірш енді. Өлермен болған көк тағысы қызды әлсіретуге айналды. Балапаннан айырылған 2 аяқты жауын жас қыран аяр да, аянар да түрі көрінбейді. Қыз тәніне бойлай кірген тар шеңгелін одан сайын тарылта бүре түсті. Қос қанатымен құралайдың бетін тілгілеп, үздіксіз сабалайды. Жас қыздың алқызыл қанына бұлғанған көк тәңірі текті қыранның жұлынған қауырсындары үңгір ішін толтырып жіберді. Қанға толған құралайдың 2 көзі жарық дүниені көруден қалды. Жалғыз қолмен айбат шегіп, жан ұшыра қарсылық көрсетіп бағуда. Алайда әккі тағы құралайдың әлсіздігін пайдаланып дегеніне жетті. Тас қырсаулы 8 найза енді бір сәтте жас арудың жалаңаш желкесімен қос жанарына бойлай кіріп бара жатты. Соңғы сәтте жан даусы шыға шыңғырған құралайдың ащы үні кең шатқалды күңірентіп, аяқ жетер жердегі тіршілік атаулыны тебірентіп, жан сауғалаған 2 аяқты айуандардың құлағына да шалынды. Қанша жауыз дегенмен сүйек пен еттен жаралған жұмыр бас 3 пенде шатқалға бұрылып қарауға дәттері шыдамай, аттарын аямай тебініп ұзай берді. Ертеңіне іздей барған аңшылар, деді әр қарай дәу атам. Сом тырнақтарымен қызды бүрие қатып қалған қыранды, сол қолымен ақ иықтың мойнын қыса жан тапсырған құралайды үңгірден тауыпты. Мәйітшілер қанша әуреленгенмен қыз бен қыранды бір-бірінен ажырата алмай бірге жерледі. Дәу атам көзінде тұрған қос тамшыны көрсетпей сүртіп, артта қалған қыз қыранға үнсіз ұзақ қарады.